Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім және подписчиктарым. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін біз ерекше бәліштер дайындайтын боламыз. Бұл бәліштің ерекшелігі қамырын картоптан илейтін боламыз. Өте дәмді бәліштер шығатын болады. Бірге дайындайық. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Тобымызды турап 500 мг суға жарты қасық тұз салып пісіріп аламыз. Суы қайнаған соң көбігін алып тастау керек болады. Картоптарымыз пісқан соң оны сүзіп аламыз. Суын төкпеңіздер, 300 мг су керек болады. Енді картоптарымызды картоп езгішпен езсеңіздер болады. Не болмаса мен секілді қасықпен де езе берсеңіздер болады. Бір келкі масса болғанша. Сосын үстіне бір жұмыртқа салып араластырып аламыз. Одан кейін 300 мг суымызды үстінен құйып араластырып аламыз. Барлығын араластырып алдық. Енді үстіне дрожжи мен қант араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды електен илей отырып саламыз. Тұз салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына кішкене болса да үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де келесі менің видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Столымыздың үстіне ұнымызды салып, қамырымызды қанғанша илейміз. Бір келкі болғанша. Енді ыдысымызға 2 ас қасық сұйық май құйып, тағы да бір 5 минуттай илеп аламыз. Бетін жауып, жылы жерде 40-50 минутқа ашытып алуымыз керек болады. Сіздерде де осындай ерекше рецепттер болатын болса, комментария бөліміне жаза кетіріңіздер, мен дайындап көретін боламын. Және де менің осы рецептіммен дайындап, өздеріңіздің әсерлеріңізбен бөлісе отырыңыздар комментарияда. Міне қамырымыз ашыды. Столымыздың үстіне ұн себе отырып, қамырымызды түсіреміз. 2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті тағы да 8 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Сонда 16 бөлік бәліш шығады. Енді бәліштерімізді дөңгелетіп, тізіп шығамыз. Үстіне орамал жауып, тағы да 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Енді нанымыз тынғанша, осы уақыт аралығында ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз, яғни начинкасын. Ол үшін мен 300 грамм сарымсақ, 500 грамм фарш алдым. Тағы керек заттардың барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын, сояқтан көресіздер. Сарымсақтарымызды 4 бұрыштап, ұсақтап, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Енді газға, отқа табамызды қойып, 40 мл сұйық май құямыз. Оның үстіне 30 грамм сары май қосып, сарымсақтарымызды қуырып аламыз. Үстіне фаршымызды салып, тұзын, бұрышын керегенше саласыздар. 10-15 минут бетін жауып, қуырып аласыздар.
салмамызды қуырып алдық. Енді салмамызды сәл суытып аламыз. Сосын стол бетіне май жағып, қолымызбен жаймайлай отырып, нанымызды дөңгелек қылдырып жайып аламыз. Ішіне 1 қасық салма саламыз. Содан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай шетінен бастап өріп, бәліштерімізді дайындап алатын боламыз. Барлық бәліштерімізді осылай дайындап алып, 10-15 минутқа бетін орамалмен жауып, көтерілтіп қоямыз. Енді қазанымызға сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Астын отын азайтып, бәліштерімізді салып, үстіне ыстық май құя отырып пісіретін боламыз. Сонда бәліштеріміз топ-томпақ болып көтеріліп, пісетін болады. Бәліштеріміздің әр жағын 2 минуттай пісіртіп алатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Менің сіздерге кішкене де болса көмегім тиіп жатса қуаныштымын. Каналымды қолдап, подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі қандай видео көргілеріңіз келеді, оны да жаза кетсеңіздер болады. Міне бәліштеріміз әдемі доп-домалақ болып пісті. Енді дәмін көрейік. Сіздерге де ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.